Салайым қыздары, бүгін біз сіздермен бикеш саусақтар атты тортты жасайтын боламыз. Арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен суымызды құйып, үстіне сүтімізді құйып, сары майымызды салып, осылай ерігенше араластырамыз. Одан кейін шым-шым тұз салатын боламыз. Осылай барлығы ерігеннен кейін ұнымызды аз-аздан сала отырып, қолымызбен тез-тез қимыл жасай отырып, барлығын араластырамыз. Тез-тез жасамасаңыздар комок болып қалады. Сол үшін барлығын қолдың жылдамдығын барынша қосып, барлығын араластыратын боламыз. Осылай бір келкі масса болғаннан кейін бір-бір жұмыртқадан қоса отырып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Барлығы бір келкі болғанша араластырамыз. Осылай барлық жұмыртқамыз салып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса шығады. Ол массаны кондитерлік мешокқа салып, немесе жай салафанның көмегімен құйып шықсаңыздар болады. Барлығын осылай бір келкі етіп, арасын алшақтау етіп орналастырып шығатын боламыз. Осылай пешке жіберетін боламыз. Біз оған дейін кремін дайындайтын боламыз. Қаймаққа осылай қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін оны тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне біздің печеньелеріміз дайын, жұмсақ болып, өте жеңіл болып шығады. Ал енді осыны салқын кремімізге батыра отырып жинайтын боламыз тортымызды. Барлығын осылай кесекпен кремге батырып, осылай дөңгелектеп айналдыра отырып жинайтын боламыз. Қыздар жасап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ болып, әрі үйде бар қолжетімді заттармен жасалады. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылай барлығын дөңгелек етіп жинап болғаннан кейін қалауларыңыз бойынша семдетсеңіздер болады. Мен осылай шоколадты ертіп қойдым. Сіздермен болған мен Жібек. Мені көргендеріңізге рахмет.